Сәлеметсіздер ме? Бүгін геометрия пәні бойынша 9-шы сыныптың жазықтықтағы түрлендіру бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп. АБС және СЕ үшбұрыштары берілген. АБ 6 см-ге тең, ВС 2 см-ге тең және СД 2,5 см болса, ЕД-ні табыңыз. АВ 6 см, ВС 2 см, СД 2,5 см, ал ЕД-ні табуымыз керек. Бұл жерде нені қолданамыз? Бұл жерде үшбұрыштар ұқсастық белгісін қолданамыз. Қарап отырсаңыз, бұл жерде міне АВ мен СД қабырғасы ұқсас болып тұр. ВС мен ЕД қабырғасы ұқсас болып тұр. Сонда мынадай қатынасты қолданамыз. АВ-ның СД-ға қатынасы ВС-ның ЕД-ға қатынасына тең. АВ дегеніміз 6, СД дегеніміз 2,5. ВС 2-ге тең, ЕД-ні табуымыз керек. ЕД тең болады, 2,5-ті 2-ге көбейтіп, 6-ға бөлемін. 6-дан 5. Сонда ЕД-ның ұзындығы 6-дан 5-ге тең. Екінші есеп. АВСД квадратының қабырғасы 15 см-ге тең. ЕФ АВ-ға перпендикуляр және ДФК үшбұрышының ауданы 18 см квадрат болса. Суреті көрініп тұр. АБСД бұл жерде квадрат, яғни бір қабырғасын ғана жазып қояйын, 15 см. Ал ДФК-ның ауданы С үшбұрыш ДФК ол бізде 18 см квадрат болып тұр. Енді не табуымыз керек? ДФК және ЕВК үшбұрыштарының ұқсастығын негіздеңіз. Бірінші есеп. Екіншісі, ДФ және ФК ұзындықтарын табыңыз, қатынасын табыңыз, екенін көрсетіңіз дейді. ДФК мен ЕВК үшбұрыштарының ұқсастығын қарап шығуымыз керек. ДК, КВ, бұлар жерде өтетін ДВ диагоналін бөліп тұр К нүктесі арқылы. ДФ, ФК, КЕ. Бұл жердегі мына бұрыш ДКФ пен бұрыш ЕКВ бұл жерде тең, себебі олар вертикаль бұрыштар. Және де ДК-ның КВ-ға қатынасы ФК-ның КЕ-ге қатынасына тең болу керек. Және де ДФ-тің ЕВ-ға қатынасы бір-біріне пропорционал болады. Осы орындалатын болса, ДФК мен ЕВК үшбұрыштары онда ұқсас болып шығатын еді. Енді біз өзіміз білетін осы есептегі берілгендерді қолданайық. Мына жердегі ЕФ АВ-ға перпендикуляр деп тұр. Демек, мына жердегі бұрыш 90 градус, мұндағы бұрыш 90 градус. Олай болса, бұрыш ДФК мен бұрыш КЕВ-да тең, олар 90 градус. Егер үшбұрыштың сәйкес екі бұрышы тең болса, онда бұл үшбұрыштар ұқсас болады. Сонда үшбұрыш ДФК ұқсас үшбұрыш ЕБК-ға. Мына екеуін қолдану арқылы. Келесі Б. ДФ және ФК ұзындықтарын табыңдар. АВ-ның ұзындығы 15 см. ДФ, ФК, үшбұрыштың өзінің ауданы 18 см квадрат. АБС 15 см-ге тең.
АБ қабырғасы. Бұл жерде бізде тікбұрыш үшбұрыш беріліп тұр. ДФК дегеніміз тікбұрыш үшбұрыш. Так. ДФ және ФК. Мына екі бұрыш тең, себебі олар вертикаль бұрыштар. Мына екеуі тең, себебі бұл жаңағы 90 градустың жартысы 45 болып тұр. Енді ойланып қараңыз. Мынау 45 болса, мына жер 90 градус болса, онда мынау да 45 болады. Сонда үш бұрыш ДФК бұл бізде тең қабырғалы үшбұрыш болып тұр. Сонда ДФ тең ФК-ға. Олай болса, S тең болады 2-ден 1 көбейту А көбейту Б формуласын қолданамыз. А мен Б бұл жерде тең. Сонда 2-ден 1 А квадрат. Әрі қарай 2-ден 1 А квадрат тең 18, А квадрат тең 36, онда А тең 6-ға. Сонда ДФ пен ФК 6 сантиметр болып тұр. Енді соңғысы ЕКВ және ДФК үшбұрышының аудандарының қатынасы 1,5 квадраты екенін көрсетіңіз дейді. Так, қараңыздар. Егер ФК менде 6 болатын болса, онда КЕ 15-тен 6-ны алып тастаймын 9. Себебі мына FE дегеніміз ол АД-ға, ВС-ға, яғни квадраттың бір қабырғасына тең. Сондықтан КЕ 9-ға тең. КЕ 9 болса, онда ЕВ да 9 деген сөз. Себебі олар тең бүйірлі үшбұрыш. Әрі ол тікбұрыш үшбұрыш. Сонда С үшбұрыш ЕКБ тең болады 2-ден 1 көбейту 81, 2-ден 81. Енді екеуінің аудандарының қатынасын аламын. S1, S2 деп алайын да. S1-дің S2-ге қатынасы. S1 менде мына болсын 2-ден 81. S2 менде 18 болсын. Тең болады. 2-ден 81 көбейту 18-ден 1. Так, 9-ға бөлем 9, 2, 4-тен 9, немесе шыныменде 2-ден 3-тің квадраты. Неке дәлелдеп көрсеттік. 1,5-тің квадраты екенін неке көрсеттік. Үшінші есеп. А фигурасын 0,1 нүктесіне қарағанда 180 градусқа бұрыңыз және шыққан фигураны Б деп белгілеңіз. 0,1 нүктесі. 0,1 жер. Осы нүктеге қатысты 180 градусқа бұрыңыз. Және шыққан фигураны В деп белгілеңіз. 180 градус дегеніміз, уже біліп отырсыздар да, ол түгелімен былай етіп төңкеріледі. Қазір мен суретін ғана салғаннан кейін көрсетемін. Так, мінекей мен суретін салып қойдым. А фигурасының 0,1 нүктесі, мына нүктеге қатысты 180 градусқа бұрыңыз және шыққан фигураны В деп белгілеңіз. Мінекей 180 градусқа бұрылды және шыққан фигураны Б деп белгілеп қойдым. Егер бүйтіп қоятын болсам, мінекей осындай үшбұрыш шықты. Келесі, А фигурасының ой егіргөсіне қарағанда симметриялы бейнелеңіз және шыққан фигураны С деп белгілеңіз. Енді бұл осы жерде де сала аламын. Себебі мына ой егіргөсіне симметриялы болғандықтан, мына жерде -2-де 2 болса, енді 2-де 2 нүктесін аламыз. Так, -5-те 2 болса, енді 5-те 2-ні аламын және -5-те 4. Неке осы фигура бізде С деп белгілейміз. Сіздер сызғышпен әдемілеп салуларыңызға болады. Келесі Так, А фигурасын 3-2 векторына параллель көшіріңіз және шыққан фигураны Д деп белгілеңіз. Бірінші ОХ үлгісімен 3 бірлік
10-ға жүреміз. Так, мына жерде минус 2 болса, ол енді 1-ге көшеді. Так, мына жерде минус 5 болса, ол енді минус 2-ге көшеді. Так, тағы да солай. Міне осылай көшірдік. Енді 2 жоғары көтеремін. Мұнда, мынау 4-те тұреді, 6. Сонда бұлай орналасады екен. Мынау D. Яғни 3-те 2 бойынша 3 бірлікке 10-ға, 2 бірлікке жоғары көтердік. Төртінші есеп. Берілген ABC үшбұрышында DE және FG кесінділері VS қабырғасына параллель. Егер DE 3, FG 6 см болса, онда FB 2 см және AD 4 см. VS қабырғасын табуымыз керек. Байқап отырсаңыздар, мына жерден 3 бұрыш AFG деп қарайтын болсақ, DE осы 3 бұрыштың орта сызығы болып тұр. 3 бұрыш AFG болса, DE орта сызығы. Себебі 6-ның жартысы 3 болып тұр. Енді егер мынау орта сызығы болған болса, мынау 4 болса, онда мына жерде 4. Сонда қазір мен қарастырам 3 бұрыш ADE мен 3 бұрыш AFG-ді. Сонда AD-ның AF-ға қатынасы DE-нің FG-ға қатынасына тең. AD бізде 4 болса, мынау 8, мынау бізде 3 болса, мынау 6, да? Енді мына белгісіздерін қараймын. Так, 4-тің 8-ге қатынасы тең болады. Ол бізге қажет емес. Оны біз қарастырып та қажет емес. Сонда енді былай қараймын. Енді мен аламын 3 бұрыш ABC мен 3 бұрыш AFG. Сонда AB-ның AF-қа қатынасы тең болады. Так, BC-ның FG-ға қатынасына. AV бізде 10-ға тең, мыналарды қосам 4, 4, 2, 10. AF бізде 8. VC белгісіз, FG 6. Сонда VC-ны табу үшін 10-ды 6-ға көбейтіп 8-ге бөлемін. Қысқартам 3, 4, тағы қысқартам 2, 5. 2-ден 15 немесе 7,15. Сонда VC 7,15-ге тең.